Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін красный бархаттан сан тортты қалай жасалу жолын үйренетін боласыздар. Сондықтан видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен бізге керек цифрды алып, пергамент қағазына сызып аламыз. Міндетті түрде қаламмен сызыңыздар. Ручка дейді ғой, қаламсат, олмен сызылмайды. Санның формасы А4 форматтағы форма. Енді құрғақ заттарын дайындаймыз. Бірінші ұнды електен немесе ситадан өткіземіз. Үстіне қызыл құрғақ осындай бояу қосамыз. Мен бұны кондитерлік дүкеннен сатып алдым. Және қопсытқышты қосып, жақсылап осы ыдыстың ішінде араластырып аламыз. Басқа ыдыс алып, оған жұмыртқа шағамыз. Міндетті түрде жұмыртқаңыз бөлме температурасында болсын. Еш уақытта да мұздай күйінде миксерлемеңіздер, қолданбаңыздар тортқа, өйткені ол тортты көтермейді. Үстіне қант қосып, жақсылап ағарғанша миксерлейміз. Миксерді қосқанда бірінші төменгі жылдамдықтан бастау керек. Міне көрдіңіздер ме, осылай көтеріледі, әппақ болады. Енді осының үстіне тағы да бөлме температурасында болған сармай саламыз. Міне өзі осындай жұмсақ болып қалады, ерейін деп. Бір келкі болғанға дейін миксерлейміз, 5-7 секунд жетеді. Ең соңғысы ұн мен айран. Айранда бөлме температурасында болу керек. Екеуін 4 бөлікке бөліп салып миксерлейміз. Миксерлегенде әрдайым төменгі жылдамдықтан бастау керек. Қамыр дайын, осындай қоймалжың болады. Енді жаңа сызып алған пергамент қағазымыз бар ғой, оны теріс қаратып, осы теріс бетіне қамырды құйып шығамыз. Ол үшін бізге осындай кондитерлік мешок керек болады. Ұшын азғантай қиып аламыз да. Өзіңізге ыңғайлы бір ыдыстың ішіне салып, қамырды осының ішіне, мешоктың ішіне салатын боламыз. Бұл мешок та кондитерлік дүкендерде сатылады. Енді осы сызған сызғымыздың бойымен әдемілеп бір келке етіп құйып шығамыз. Дайын болған корждарымызды қызып тұрған пеште 160 градуста 8-9 минутта пісіреміз. Корждарымыз осылай пісіп шығады, ісіп, көтеріліп. Ақырындап алып, келесінде жаймен ақырындап қоямыз. Осы жерде ең маңыздысы әдемілеп пергамент қағазы майысып кетпейтіндей, коржға тимейтіндей болып тұру керек. Дайын болған корждарды формаға келтіріп кесеміз. Екінші бетке осылай ауыстырып алып, үстіне жаңағы біздің дайын қағазымызды, яғни санымызды қойып, пышақтың көмегімен кесеміз. Ескертетін жайт, міндетті түрде корждар суыған болу керек. Кремін дайындаймыз. Ең алдымен кілегейді жақсылап шайқаймыз, және ол салқын болу керек. Сонда кілегей жақсы қатып, формасын жақсы ұстайтын болады. Мен 7-8 минуттай миксерледім. Сол кезде осындай формасын жақсы ұстап тұратын кілегей болды. Міне, аударған кезде ешқандай төгіліп кетпейді. Оған творожный сыр және қант қосып, тағы да үстінен миксерлейміз. Міне креміміз дайын. Тортты жинаймыз. Ол үшін бізге осылай астына қоятын подложка дейді, торттың астына қоятын қағаз керек болады. Немесе үйдегі кез келген бір картонды пайдалансаңыздар болады. Көріп тұрғандарыңыздай тортты жинау өте қарапайым. Қасықтың көмегімен кремді 7-6 мм болатындай етіп құйып, салып, яғни осылай бір-бірінің үстіне корждарды қоямыз. Мына жерде байқасаңыздар, мен коржым сынып қалды. Өйткені құрамында май өте көп болғандықтан корж өте нәзік болады. Сондықтан ақырындап, абайлап, әдемілеп қойыңыздар.
және жан-жағын әдемілеп тегістеп шығамыз. Немесе бұл жерде кәдімгі қасықпен де тегістей берсеңіздер болады. Және соңғысы мен бетіне 20% кәдімгі қаймақ пайдаланғанмын, сонымен бетін тегістедім. Қаймақ болмаса, жаңағы жасаған креміңіздің азғантай бөлігін бетіне алып қойсаңыз болады. Ал безендіруіне келетін болсақ, барлығы өз фантазияңызға байланысты, барлығы өз идеяңызға байланысты. Мысалы, мен бұл тортты тірі гүлдерді, таңқурайды, шоколадты пайдаландым. Міне, осымен біздің тортымыз дайын. Туғандарыңызды, жақындарыңызды осылай үй жағдайында ерекше торт жасап қуантыңыздар. Егер сізге видео ұнаған болса, лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Келесі видеода жолыққанша сіздермен бірге болған Үрбіш Әмірқызы.